Баршаңызға сәлем достар. Қазіргі таңда хит болып жатырған уйгурский мантының мастер-классын тегін бөлісетін боламын. Маңызды сәттерін жіберіп алмай, менімен бірге болыңыздар. Ешқандай да жыртылмайды, езілмейді, өз формасын сақтайтын рецепт. Алдымен қайнаған суымызды бөлме температурасында суытып, 450 грамм суға 1 ас қасық тұзымызды жақсылап араластырып алатын боламыз. Електен өткізілген ұнымызға барлығын бірден құйып жібереміз де қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде қамыр қатты иленуі мүмкін, бірікпей жатады басында, бірақ та қорықпаңыздар, 10-15 минут илеу барысында толықтай қамырымыз иленіп, жаңағы бірігіп, ұнымыздың барлығы қатты қамыр иленеді. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай илеуді жалғастыра береміз. Осылай барлығы біріккеннен кейін салафан пакетімізге салып, жарты сағат бөлме температурасында қалдырамыз. Бізге қажет асқабақ, ет және пияз керек болады. Осыларды да жіңішкелеп, турап алатын боламыз. Фарш қолдансаңыздар да болады, бірақ та мен осы жолы туралған етті пайдаланып көрейін деп жатырмын. Бұл әдіс бойынша, яғни бұл рецепт бойынша мен бірнеше рет, яғни бір жасағаннан ұнағандықтан үнемі осылай жасап отырамын. Осы рецепт бойынша барлығына ұнаған рецепт. Етімізді ұсақтап турап алсақ, келесі бөлімде пиязымызды да жұқалап, жіңішкелеп турайтын боламыз. Дәл керемет болып шығатын рецепт, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Асқабағымызды да тураймыз 4 бұрыштап, үлкен де емес, кішкентай да емес, орташа көлемде турасаңыздар жеткілікті. Барлық грамдарын, өлшемдерінің барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден сақтап алып пайдалансаңыздар болады. 1 ас қасық толтырмай тұзымызды салып, қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырып қоятын боламыз. Қамырымызды жарты сағат өтті, екінші рет илейтін боламыз. Осылай байқасаңыздар, қамырымыз жұмсарып, теп-тегіс жылтырап шыға келді. Қамырдың дұрыс жайылуы үшін қамыр осылай жақсы илену керек. Осы иленген қамырымызды тағы да бөлме температурасында 15-20 минут қалдырамыз. Барлығы сонда 45-50 минут аралығында қамыр бойын алып тұрады. Енді әрі қарай біз бөліктерге бөліп аламыз, яғни зуалыларға кішкентай грамдары 18 грамм, енді одан үлкен қылсаңыздар 20 грамм, одан артық қосудың қажеті жоқ. 18 граммнан осындай әрқайсысын бөліп, кішкентай зуала жасаймыз. Дөп дөңгелек етіп, міндетті түрде салафан пакетке салыңыздар, себебі қамырымыз ашық ауада кеуіп қалуы мүмкін. Керегін шығарып аламыз. Осылай қалған пакетті бетін жауып, аздаған ұн себе отырып, осылай қамырымызды жаятын боламыз. Өте үлкен де емес, қатты кішкентай да емес, жұқалатпай, орташа көлемде жаямыз. Жайылған қамырымызды енді мантыны түйетін боламыз. Жақсылап араластырып алыңыздар, салмасын. 1 ас қасықты толтырып, мінекей салмасын салып, түйе бастаймыз. Түйу жолы өте оңай, 1-2 жасап көрсеңіздер, үйреніп кетесіздер. Салмамызды саламыз. 2 шетін осылай ішке қарай біріктіреміз, төменгі жағын, содан 2 қолымызбен жинаймыз. Сонда әп-әдемі болып шығатын болады. Тағы да жасалуын бір көрсетейін. Салмасын салып, ортаға біріктіріп, 2 шетінен, төменнен бастап, 2 қолымызбен жинап шығамыз. Өрілген сияқты болып шығады бұл жерде. Түйілген мантаваркамызды майлап, орналастырып шығамыз. Арасын қатты жақын қылмаңыздар. Енді қалған бөліктерінде дәл осы реттілікті сақтаймыз. Егер қамырыңыз жабыспай жатырған болса, онда салманың бетіне осылай қамырды бір басып,
алсаңыздар болады. Сол кезде қамырымыз жақсы жабысатын болады. Енді баста көп жайып, жаңағы қамырыңыз кеуіп қалған жағдайда осылай істесеңіздер болады. Жалпы жасалу жолы өте оңай. Басында 1-2 шықпауы мүмкін, бірақ та жасап қолыңыз үйренетін болады. Яғни ортасынан осылай алып аласыздар да шеткі бөлігін ішке кіргізу арқылы екі шетінен саусағымызбен жинай береміз. Барлығын түйіп болсақ, мантаваркамызға жинап, қайнап тұрған судың үстіне 50-60 минутқа қоямыз. Яғни бұл жерде етіміз туралған болғандықтан мен 60 минутқа дейін созып қоямын, жақсы пісу үшін. Неке сарқылдап қайнап тұрған суға осылай қойып пісіретін боламыз. Неке 1 сағат көлемде біздің мантымыз пісіп шықты. Енді осы мантымызды балдарға алдын ала суытып қоямын. Қандай әдемі, керемет болып шығады. Жабыспайды, ешқандай да мантаваркаға жабыспайды, жыртылмайды, езілмейді. Өзінің формасын әдемі сақтайтын манты болып шығады. Бұл рецепт бойынша сіз қонақтарыңызға ұялмай алдына ұсына аласыздар, немесе отбасы мүшелеріңізді де жасап қуантып қойсаңыздар болады. Жасалу жолын толық көрсеттім. Егер де қояр сұрақтарыңыз болатын болса, описание бөліміне қалдырсаңыздар болады. Бұл мантыны міндетті түрде осындай соустармен, ащы тұздықтармен берсеңіздер, дәмі одан сайын кіретін болады. Егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Достар, бұл мантымен тұздықтың дәмі ерекше үйлесетін болады. Жасалу жолы да өте оңай. Төменге видеосын қалдырып кетемін. Жасап көрсеңіздер болады. Сондай керемет болып шығады, дәмі тіл үйреді. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.